Сәлем достар, сіздермен болған мен Жолзайтока World арнасы. Достар, бұл бізде Тәтті әлем 2-ші бөлім соңғы сериясы болады. Сіздерге бұл видео қызықты және де ұнап жатыр деген ойдамын. Ұнаса әрине де менің еңбегімді барынша қолдап, лайктарыңызды басып, подписация кнопкасын басып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше мен видеомды бастаймын. Сіздер тамашалаңыздар. Кетті. Клиенттер, сіздерге бірдеңе айта салайын. Ұрыспаңыздар. Кезекпен келіңіздер. Ал сіз артқа тұрыңыз. Неге мен артқа тұрады екем? Менің уақытым жоқ. Мен артқа тұрмаймын. Енді мен біреумін ғой, ал сіздер көпсіздер. Сол себепті күтіп артқа тұрыңыз. Жақсы. Ендеше сіз заказыңызды айта беріңіз. Маған бір осындай розовый пирог, сосын бір коктейль бере салыңызшы, дәмді түрімен бере салыңыз. Жақсы. Той бір барлығы миымды ашып кетті. Клиент көп болған не істейін, миым ашып кетті ғой. Шындан өлетін шығармын, псих болып кетпейінші әйтеуір. Немесе магазинді жаба салайын ба? Жаба салайыншы. Мына клиенттерді жіберіп, жабатын шығармын. Ата-анама звондап айтайын бірінші. Мінеке заказыңыз дайын. Рахмет көп-көп. Мінеке ақшаң. Неге сатушы алмайсыңдар? Сонда үлгеретін едіңдер. Тағы да 2 сатушы алу керек. Сол кезде үлгеретін едіңдер. Себебі сендердің пирогтарың жақсырақ. Сол кезде өте көп ақша алатындар едіңдер. Жақсы, сау болыңдар. Мен тек қана ақыл айтып жатырмын, өздерің білесіңдер. Мынау да біл, ақылшымақ қой. Мен біліп тұрмын не қылса. Алло, анашым, қалайсыздар? Жақсы, қызым, өзің қалайсың? Жұмысың бәрі жақсы ма? Иә, жақсы, клиенттер көп келіп жатыр. Менің миымды ашып кетті ғой, ұрысып, қырылысып кетті. Не үшін ұрысты? Ой, анашым, қайдағы бір сұрақты қоясыз қой. Сол орынға ұрысқан ғой. Уақытым жоқ, мен алуым керек деп. Әрең дегенде бір қызды артқа тұрғыздым әйтеуір дегенде. Өзім ашуланып кеттім ғой, жыныма тиіп кетті. Енді мен сізге бір мәселемен звондап тұрмын. Иә, айта ғой. Мен осы дүкенді жабамын. Біреуге сатып жіберетін шығармын. Өйткені мен өзімнің басқа бизнесімді ашамын. Қызым, не болды? Сен пирогты жақсы пісірдің. Бәрі сол үшін келді ғой. Қойшы, анашым. Бәрібір мен миымды ашып кетті. Білем, пирогты күштірек пісіремін. Қызым, менің айтқанымды тыңда. Бұл дүкенді сатпайсың. Өзің осы дүкенмен айналыс. Анашым, қойыңызшы болды. Сізбен ұрысқым келіп тұрған жоқ. Той бір, енді тағы бір ақылшы шықты ма? Сатамын деген соң сатамын. Сәлеметсіздер ме? Неге кірмей тұрсыздар? Кірсеңіздерші. Жабық тұр ғой, сол үшін кіре алмай тұрық. Мүмкін сатушы кетіп қалған шығар. Иә, сондай шығар. Күте тұрайық. Ужас, адамдар деген көбейіп кеткен ғой, клиенттер. Енді не істеймін? Тағы ұрсады, менің миымды ашытады. На дүкенді тез сатып жіберу керек. Әлде мен өзім жүргізе берейін бе? Жоқ, бұл точка, сатамын. Ойымды өзгертпеймін. Сіз неге дүкенді сатып жатсыз? Өйткені менің миым ашып кетті. Менің негізі басқа жоспарым бар. Сол жоспармен айналысамын. Сіздің пирогтарыңыз дәмдірек қой? Я, барлығы дәмді дейді. Бірақ мен бұл жұмыспен айналыса алмаймын. Мүмкін мен сізден пирог алып тұрамын.
қолыңыз босағанда өте көп ақшамен аламын. Жақсы, ойланып көрейін. Дұрыс па барлығы документ? Иә, барлығы дұрыс. Рахмет сізге. Жақсы, сау болыңыз. Жұмысыңызды жақсылап істей беріңіз. Достар, осымен бізде «Тәтті әлем» сериалы аяқталады. Бұл сериал тым аз бөлім болды. Сіздерден кешірім сұраймын, бірақ өте қызықты сериал шығатын болады жақында. Сіздерге ол сериал ұнайды деп ойлаймын. Скоро көретін боласыздар. Тақырыбы да құпия болып қалады. Сіздерге бұл сериалым ұнады деген ойдамын. Ұнаса, тіркеліп 10 000 подписчигімізге жетейік, және де еңбегімді бағалаңыздар. Ендеше сау болыңыздар. Сіздерді қаттырақ көремін.